Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Қалдарыңыз қалай? Естіліп тұрмын ба мен? Хай дейді. Хай. Жақсы, ақырындап өздеріңіз қалайсыздар? Бізде расписаниені өзгертті ғой, мен оны білген жоқпын. Бағана сіздерді сағат 6-да күтіп отырсам, оказывается, сіздерден 7-ге ауыстырып тастапты. Жақсымын, рахмет. Рахмет барлықтарыңызға. Hello, it's me. Саламатсыздар ма, барлықтарыңызға сәлем. Дайындықтарыңыз қалай? Күзгі настроенияларыңыз қалай? Мен естіліп тұрмын ба? Арузюдан сәлем. Сәлем сізге. Қайырлы кеш. Әдемі оқушыңыздан сәлем аға дейді. Сәлем, әдемі оқушым. Қалайсыз? Жақсымын, рахмет, өздеріңіз қалайсыздар? Все, жақсы, естіліп тұрса. Так, давайте, бүгін біз қанша тақырып өтеміз? Бүгін бір тақырып өтеміз, ол темір дәуірі деген. Темір дәуірі деген тақырыпты өтеміз, но сразу айтайын, бүгінгі тақырып кішкене қиындау болады, слайдтарда кішкене көптеу, соған дайын болыңыздар. Саламатсыздар ма? Ертең мектеп пробный, сәттілік пробный болса. Күзгі нашар дейді. Настроение каково, аға дейді. Настроением нормальный. Күшті деп айта алмаймын. Мынау осенняя хандра. Скоро осень деген өлеңді айтатын шығармын. Қайырлы вечер. Доброго кеш. Все, кеттік. Бастайық онда. Бүгінгі тақырыбымыз, бүгінгі тақырыбымыз ол темір дәуірі. Темір дәуірінің хронологиясы біздің заманымыздан бұрынғы бірінші мыңжылдық пен біздің заманымыздың 6-шы ғасыры. БЗБ бірінші мыңжылдық, БЗ 6-шы ғасыр. Сонда былай айтқан кезде шамамен 1600 жылға созылған дәуір болып тұр. Темір дәуірі кезінде енді понятное дело, адамдар жәнегі темірді қорытқан, ең алғашқы жәнегі темірді қорытып, өзінің қару-жарақтарын, сауыттарын, еңбек құралдарын темірден жасай бастаған. Міне осындай үлкен ерекшелік болып тұр. Хронологиясына келетін болсақ, бүгін тапсырып 20-дан 19 алдым. Вообще молодецсіз, Гүлназ. Так, хронологиясы бойынша біздің заманымыздан бұрынғы бірінші мыңжылдықта адамдар темірді игере бастады, темірді қорыта бастады. Сөйтіп бізде темір дәуірі болады. Есімізде, әрбір дәуірдің атауы сол жерде қолданылған металл немесе материалдарға байланысты болып тұр. Тас дәуірінде тастан, қола дәуірінде қоладан, темір дәуірінде темірден. Ғалымдар темір дәуірін екі кезеңге бөлінеді. Қандай кезеңдер ол? Ерте темір дәуірі және орта ғасырлар дәуірі. Мен бүйтіп істеуге кішкене ұялып қалдым да, оказывается, дұрыс былай істеу керек. Ерте және орта. Ерте темір дәуірі, немесе оны біз алдыңғы ерте темір дәуірі деп атаймыз. Алдыңғы ерте темір дәуірінің хронологиялық ауқымы біздің заманымыздан бұрынғы 8-ші ғасыр мен біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші ғасыр. Сонда 500 жылға созылып отыр. Одан кейін кейінгі ерте темір дәуірі. Кейінгі ерте темір дәуірі ол біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші ғасыр мен біздің заманымыздың 6-ші ғасыры. Темір дәуірінің аяқталуы мына түрік қағанатымен байланысты болып тұр. Түрік қағанаты 552 жылы құрылады, сол кезде бізде темір дәуірі аяқталады. Одан кейін бізде түркі кезеңі басталады. Біздің заманымыздың 6-шы ғасырынан бастап, онда орта замандар болып отыр. Түркі кезеңі ол орта ғасырлар заманына кіріп отыр. Ал орта ғасырлар араты өз тағы да бөлінеді. Ол ерте орта ғасыр және дамыған орта ғасыр деп. Так, ағай, менде бір өтініш дейді. Қандай өтініш?
Саламатсыз ба ағай? Енді кіріп жатсыздар ма? Саламатсыздар ма? Уже 10 минут өтті. Жалпы хронологиясы бойынша түсінікті, иә, темір дәуірінің. Енді біз ерекшелігіне келейік. Жалпы темір дәуірінің қандай ерекшелігі болды? Ең басты ерекшеліктер ол мал мүлік теңсіздігі түпкілікті орнады. Мына қола дәуірінде есімізде ғой, ол уақытта мына мүлік теңсіздігі пайда бола бастаған. Но темір дәуірі кезінде мал мүлік теңсіздігі уже толықтай орнап кетті. Уже все, малдың бәрі жеке меншікте болып тұр. И ол анау айттым, иә, әлеуметтік бір дағдарыс қалып келді. Ол әлеуметтік теңсіздік. Оның ішінде мына байлар бар, кедейлер бар, және бөлек-бөлек болып отыр. Одан кейін осы уақыттың тағы да бір үлкен ерекшелігі ол әскери демократияның пайда болуы. Әскери демократия дегеніміз не жалпы? Әскери демократия дегеніміз ол тайпалық және одақтардың өмірін, салтын, және қай жаққа барады, шешімдерін бәрін әскери адамдар қабылдаған. То есть былай айтқан кезде мемлекеттің басшысы ол әскери адам болып тұр. К примеру, Томирис патшайымын алатын болсақ, ол әскери демократия кезінде билік құрған, и осы Томиристің басшылығы кезінде мемлекетті әскери адамдар басқарып тұр. Томирис ол өзі әскери адам болған. И тағы да бір үлкен ерекшелік, осы уақытта бір орталыққа бағынған ең алғашқы мемлекеттер қалыптасты. Оны қалай түсінеміз? Бізде сақтар тайпалық одағы бар, сарматтар тайпалық одағы бар, иә. Олардың бәрі тайпалық одақ атайтып тұр, иә, көптеген тайпалардан құрылған деп. Но олардың бәрі бір орталыққа бағына бастаған. Ол дегеніміз бір патша болды, сол патшаға бағынады. Мысалы ретінде Томирис патшайым болды, и ол патшайымға көптеген ұлттар, рулар, тайпалар бағынып отыр. Бұны біз бір орталыққа бағынған мемлекет деп атаймыз. Слайдты ашып қайта қарағанда жазулар айфонда да көрінбейтіндей шрифтпен жасаңызшы, өтініш дейді. Эфирде қап кеткен кейбір жерлерін жаза десем, шрифт көрінбейді айфонда дейді. Интересно, неге олай болып тұр, мен оны что-то білмейді екенмін. Компьютердан қарасаңыздаршы. Негізі қараңыздар, желательно компьютердан ашу керек. Телефонмен телефонмен көздеріңізді құртасыздар. Жақсы, мен нені слайдтың шрифттары бойынша оны мен жасап жатқан жоқпын, оны жасайтын адамға мен айтамын онда. Samsung'та көрінеді, айфонда көрінбейді екен дейді. Білмедім. Мен компьютердан жасап отырамын, возможно. Қараңыздар, желательно компьютер болса, компьютерден ашқандарыңыз дұрыс. Өйткені телефонмен көздеріңізді ауыртасыздар. Номадизм дамыды темір дәуірінде. Но, номадизм дамыды, бірақ номадизм қола дәуірінен бастап дамыған. Мына андрондықтар, олар уже көшпелі болып жүрді. Өйткені есімізде ғой, айтқам, ауа райы өзгереді, кішкене салқындай түседі, плюс еще жаздары андай қатты ыстық болып кетеді, қуаңшылық орнайды. Сол себеппен егін егуге кішкене қолайсыз жағдай болып қалды. Сол себеппен адамдар уже көшіп қона бастаған. Тебінді мал шаруашылығы. Менде көрінеді айфон дейді. Ну, что-то странно. Бұл телефондарыңызда, скорее всего, уже какая-то проблема. Потому что менде де бәрі вроде ашық тұрады, вроде нормально. 5-6 сыныптың тақырыбы қиын ғой, ужас дейді. Оны біз мектепте 5-6 класста өткенбіз. Ағай, разница жоқ қой дейді. Именно в чем разница жоқ, мен кішкене түсінбей қалдым мына жерде. Көрініп тұр барлығы дейді, ноут жоқ дейді. Так, жалғастырайық. Тағы да, енді климаттың өзгеруі. Алдында андрон дәуірі кезінде біз айтқанбыз, климат өзгерді деп. Қыстары суық болды, жаздары ыстық болды. Тура сол темір дәуірі кезінде климаттың өзгеруі одан сайын өседі. Мысал ретінде жауын шашын азаяды, өзендер мен көлдер тартылады, қуаңшылық басталады. И бұның да осының нәтижесінде, міне қараңыздар, Қазақстанның батысы мен орталығында таза көшпелі мал шаруашылығы қалыптасты. То есть Қазақстанның батысы мен орталығында таза көшпелілер болды, үнемі көшіп қонып жүретіндер. Ал шығыс Қазақстан мен Жетісуда жартылай көшпелі мал шаруашылығы,
Айырмашылығы в том, что таза көшпелі мал шаруашылығында олар үнемі көшіп жүреді, ал жартылай көшпелі мал шаруашылығында олар жайлауларға барады определенный, қыстауларға барады определенный, күзеулерге и көктеулерге барып тұрады. Сонда отырықшы шаруашылық тек қана оңтүстік аудандарда, өйткені оңтүстік аудандарда өзендер көп болған, яғни Сырдария, Амудария, потом Жетісу жері бар, ол жерде 7 үлкен өзен бар. И міне климаттың өзгеруі қазақ жеріндегі мына тайпалардың өміріне өте үлкен осындай жәнегі өзгерістер енгізген екен. Ағай, бұлар бұда келмейді емес па осы тақырыптар дейді. Қараңыздар, мына сіздерге айтып кетейінші. Алдыңғы сабақта мен сіздерге айтқам. Ағай, бұлар ұбт-да келмейді. Мына ұбт-да келмейді туралы. ұбт-да келеді, және нені қарасаңыздар, тест-центрдің тех спецификациясына кіріп қарасаңыздар, Қазақстан тарихынан қандай тақырыптардан сұрақтар келетіні. Ол жерде тұр, тас дәуірінен басталады да, тәуелсіз Қазақстанға дейін. Плюс мен еще айтқам сіздерге, осы биылғы 2023 жылғы оқушылардың тапсырған ұбт-сының слифтары бар, иә? Кәдімгідей слифтар жүреді, оны слифт деп енгізсеңіздер, шығады 2023 жылы слифтар деп. Соның ішінде қола дәуірінің, неолит дәуірінің ескерткіштері жүр, ежелгі адамдар туралы сұрақтар жүр, сақтар мен сарматтар тем более жүр ол жерде. Сол себеппен олардың бәрі бар. Бұны давайте менен қайта-қайта айтпай қойыңыздар, бұл келмейді деп. Тех спецификациядан қараймыз. Келмесе, жақсы, келсе, жақсы. Главное, біз бәріне дайын болу керекпіз. Просто қанша рет тапсырдым, біреуін тапсырдым, мүлдем келмеді. Мен арақта маған сақтар келген деп айтып отыр. Жалпы қараңыздар, мен сіздерге айтып отырмын. Келмесе, повезло вам, келсе, тоже повезло. Оқыған балдар в любом случае сіздер аласыздар оқығандарыңызды. Но именно тех спецификация бойынша қарап отырмын мен, өйткені тех спецификацияда нақты қандай сұрақтардан, қандай тақырыптардан ұбт-да келеді деген жәнегі не бар. Тақырыптар бар. Оны прям тест-центрдің сайтына кіріп жазып алсаңыздар болады. Соның ішінде бәрі бар. И сол үшін біз оның бәріне дайын болу керекпіз. Лучше подготовиться, чем не подготовиться. Но мен сіздерге айтайын, ол келіп жатыр. Биылғы ұбт жазда ұбт тапсырған балаларда келді олар. Слифтарын қарасаңыздар болады. Так, все, кеттік дальше. Енді темір дәуіріндегі тайпалық одақтарға келейік. Бізде негізі темір дәуір кезінде өте көптеген тайпалық одақтар болған. Мына ғұндар, үйсіндер, қаңлылар дегендерді біз келесі тақырыптарда өтеміз. Бізге ерте темір дәуір кезіндегі тайпалар керек. Мына картаны қарасаңыздар, қараңыздар. Мына картада өте көптеген жәнегі тайпалар көрсетілген, өмір сүрген жерлері бойынша. Бүгін біз өтетіндеріміз ол сақ тиграхаудалардың сақтар, оңтүстік Қазақстан жеріндегі, бірақ оны қысқаша ғана өтеміз, ал Томирис дегендердің бәрі біз келесі сабақта өтеміз. Одан кейін Аримаспылар, шығыс Қазақстан жерін мекендеген, орталық Қазақстан және солтүстік Қазақстан жерін мекендеген Исидондар бар. Одан кейін солтүстік батыс жақтарды мекендеген Аргипей тайпалары бар. Одан кейін шығыс Қазақстан, батыс Қазақстан мен Кавказ жақтарда мекен еткен Сармат деген тайпалар бар. Геркан деген тайпалар тұр. Геркан дегенін тоже өтеміз, бірақ ол Сарматтардың бір бөлігі. Массагеттер деп тұр. Массагет дегеніміз ол сақтардың атаулары, гректердің жәнегі ғалымдары сақтарды массагет деп атаған. И сақтар олар өздері бөлінеді. Тиграхауда, Парадарая, Хаомаварга, Парасугудам деген тайпалар бар еще. Бізде Қазақстан тарихында кезікпейтін тайпа. Но міне бізге ерте темір дәуір кезінде Қазақстан жерінде осындай тайпалар мекен еткен екен. Ғалымдар бұл тайпаларды зерттеп жатыр, бірақ әлі күнге дейін біз нақты білмейміз. Мына тайпалар бір-бірімен өте жақын туыс болды ма, әлде наоборот бір-бірінен алыс болды ма деген, ол нақты белгісіз. Өйткені олар жазба деректерді қалдырған жоқ. Бірақ мәдениеттеріне қарайтын болсақ, бәрінің мәдениеттері бір-біріне ұқсас келген. Жерлеу орындары ұқсас, жәнегі жерлеу орындары кезінде
жаңағы жерлеу орындары кезінде бірге жерлеген аттары мысалға бәрін ұқсайды. Ана жылқыларын бірге жерлейді, одан кейін өз өмірінде қолданған заттарын бірге жерлейді. Ол жағынан мынаның бәрінікі ұқсас болып тұр. Міне, енді сақтар өзінің ішінде тоже көптеген тайпаларға бөлінген, массагеттер, оның ішінде жаңа айтып кеттік. Парадар айы оларды теңіздің арғы жағындағы сақтар деп атайды. Хаома варга, хаома сусынын даярлайтын сақтар, и тиграхауда оларды шошақ бөрікті сақтар деп атайды. Так, не оқиды. Парадарая сақтар олар көбінесе Арал теңізі мен Каспий теңізінің аралықтарын мекендеген тайпа. Хаома варгалар олар Муграб деген өзен бар Түркменстан жерінде, сол жерді мекендеген. Ал тиграхаудалар Жетісу жері мен қазіргі Өзбекстан жерін мекендеген тайпалар. Кстати, хаома варга дегеніміз, хаома деген оландай сусын, алкогольный напиток, типа виноның бір түрі. Соны хаома варга тайпалары даярлаған и оны көрші елдерге сататын. Хаома деген сусындары болатын. Томирис тиграхаудалық емес пе дейді. Иә, Томирис тиграхаудалық. Біз курс басында бұл тақырыптарды неге өтпедік? Білмеймін неге өткен жоқсыздар. Курс басында мен сіздерге берген жоқпын ғой. Так, енді жалғастырайық. Қараңыздар, біз әрбір Қазақстанның жәнегі регионына келеміз, ауданына келеміз. Өйткені әрбір ауданда осы темір дәуірі кезіндегі өзінің дамыған бір тайпалары бар, және де олар қалдырған ескерткіштер бар. Біз қазір темір дәуірі кезіндегі оңтүстік және Жетісу Қазақстан жерін өтеміз. Бастайық. Ол жерде сақтың қалалары бар. Жалпы негізі сақ дәуірінен қалған 2 қала бар Қазақстан жерінде. Мынау қала Шірік Рабат қаласының орны. Қамалдары қалып қалған. Шірік Рабат және Бәбіш Молда деген 2 сақ дәуірінің қалалары бар. Шірік Рабат қаласы ол Қызылорда облысынан 300 шақырым жерде орналасқан. Ол жерде археологтар жебенің қола ұштарын, алтын қапсырмалар және саздан жасалған бұйымдар тапқан екен. Мынау археологтардың зерттеген кезіндегі Шірік Рабат қаласынан табылған жәдігерлер. Бұлар тесттарда нақты келетін сұрақтар. Мен нақты келетін жәдігерлерді жазып отырмын бұл жерге. Одан кейін Бәбіш Молда қаласы бар. Ол Жаңадария деген өзен бар, білесіздер. Сол өзеннің бойында орналасқан. Ол жерде археологтар қол диірмен тапқан, ана ұнды және үгітетін. Одан кейін тары қалдықтары табылды ол жерде. И күйдірілген кірпіштер, олардан күйдірілген кірпіштен неше түрлі ғимараттар салатын сақтар. Вот осылардың бәрін сақ дәуірінен осындай қалаларды тауып алған екен археологтар. Енді сақтың обалары. Жалпы орталық оңтүстік Қазақстан мен Жетісу жерінде көптеген сақтардың обалары кездесіп отыр. Оба дегеніміз сол жерлеу орындары. Мысал ретінде қараңыздар, Арал теңізінің шығыс бөлігінде Түгіскен және Үйғарақ деген ескерткіштер бар. Это обалар. Олар шамамен біздің заманымыздан бұрынғы 8 мен біздің заманымыздан бұрынғы 5 ғасырлардың аралығында салынған 2 оба болып тұр. Одан бөлек тағы да Жетісу жерінде Бес шатыр деген есік деген қорымдар бар. Бес шатыр мен есік қорымдар олар патша обалары болып есептеледі. Патша обалары мен обычный обалардың айырмашылығы, патша обалары ірі келеді және оның ішінде салынған жәдігерлер өте қымбат. Алтыннан салынған жәдігерлер салып атады, алтыннан жасалған бұйымдарды. Ал қалған обаларда енді жай өмірінде қолданған құрал жабдықтарын салады екен. Тарыны қалай табады дейді. Тары жатады соның ішінде, немесе анау ыдыстардың ішінде тарының қалдықтары сақталады. Солай табады.
5 шатыр 31 обадан тұрады. Иә, мына суретін қараңыздар, жалпы оба дегеніміз ол жерлеу орны. Иә, әрбір әлемнің түкпір-түкпірінде жерлеу орындарының өздерінің тәсілдері бар. Мысал ретінде біз Египетті алатын болсақ, Египетте мынау патшаларға, фараондарға арнап үлкен пирамидалар салған. Иә, біздің жерімізде пирамидалар салған жоқ, бірақ үлкен обалар жасайтын. Оба дегеніміз ол адамды жерлейді, табытын салады ішіне, одан кейін сыртын қаптайды, ішіне керек заттарын салады да үстін үлкен тастармен үйіп тастайды. Сонда тас үйінділері ол обалар. Негізі сіздер, возможно, обаларды даже көрдіңіздер. Айдалада кетіп бара жатсаңыздар, тас үйінділері жатады. И оның ішінде көбінесе жаңағы адамдарды жерлеген. Бірақ енді оның көбісін уже археологтар қазып, уже ішін бәрін зерттеп шыққан. Астында туннель бар. Иә, мына біреу жол, бұл сағанаға апаратын жол. Сағана мына ішінде адамды жерлейді. Бұны дромос деп атайды. То есть адамды жерлеген кезде бірінші осында туннель қазып алады. Мынандай жерінде қарап отырсаңыздар, мына жерде входтар бар, иә. Ішіне адамды жерлейді. Адамды жерлегеннен кейін үстіне мынандай саркофаг жасайды, ағаштан табыт жасайды да, одан кейін үстін өстіп тастармен, топырақпен үйіп тастайды. Міне бұл оба. Осы біздің жерімізде осындай обаларда адамдарды жерлеген екен. Ана Египеттің пирамидаларын қарайтын болсақ, оларда тоже сондай жолдар бар. Ана мәйіт жатқан жерге. Бірақ еще білеміз, египеттіктер там олар неше түрлі лабиринт салып тастаған деген сондай әңгімелер бар. Ана өмірде керек болады деп бірге жерлеген. Иә, дұрыс айтасыздар. Бұрындары осы обаларда тонаушылар бар етеді. Әрине, өйткені адамдар білет ішінде бай адам жерлесе, оның ішіне алтынын салады, оның бәрін білет, сол себеппен тонайтын оларды. Дәліз ба, дромос деген. Дәліз деген мен есіме түспей тұр, ол не еді? Дәліз деген. Дромос деген ғылыми атау, тесттарда бізде бар ол атаудың сөзі. Үлкен бола ма, әлі кішкентай? Әртүрлі. Мысал ретінде есік обасын алатын болсақ, қазір келеміз есік обасына. Коридор. Дәліз коридор ма? Я, получается коридор, я. Саламатсыз баға, мен келдім, сағынып қалыңыз бейді. Барлықтарыңызды сағынып отырам мен. Осындай жақсы комментариялар жазсаңыздар, одан сайын сағынам сіздерді. Так, келесіне кеттік. Енді 5 шатыр қорымы бағана айтылып өтті, бізде Жетісу жеріндегі екі жәнегі қорымдар бар, патша қорымдары. 5 шатыр қорымы ол Іле өзенінің оң жақ жағалауында орналасқан. Ол 31 обадан тұрады. И бұл обалар шамамен біздің заманымыздан бұрынғы 5 пен біздің заманымыздан бұрынғы 4-ші ғасырлардың аралығында салынған екен. 5 шатыр обасында темір пышақтар, моншақтар және шаш түйрегіштер табылған екен. Осы обаның ішінде. Одан да құнды деректер, жәнегі құнды жәдігерлер табылушы еді, бірақ 5 шатыр қорымдарын көбісін тонап кеткен кезінде. Енді есік қорымы. Есік қорымы енді Қазақстан жеріндегі, наверное, ең танымал қорымдардың бірі шығар. Есік қорымы немесе есік обасы деп атаймыз. Алматы қаласының маңында орналасқан. Оны 1969 жылы Кемел Ақышев деген біздің мықты археолог ғалымдарымыздың бірі болған, сол кісі тапқан екен. И бұл жерде бұл жәнегі обаның ең үлкен ерекшелігі ол алтын киімді ханзаданың табылуы. То есть алтын адам. Мына жерде алтын адам туралы енді айтатын әңгіме көп бізде. Бірінші біз давайте сначала обаның өзін айтып шығайық. Есік обасының диаметрі бағана біреу сұрап атқан, міне Айзере Арыстан, үлкен бола ма, әлі кішкентай бола ма деп. Есік обасының диаметрі 60 метр, диаметрі 60 метр, биіктігі 6 метр болған. 6 метр дегеніміз ол примерно 3 этажды үй. Егер біз 1 этажды 3 метр деп санап отырсақ, өтірік айтамын, 2 этажды үй. 2 этажды үй даже 3 этажды үй болады, егер 2 метрден болса. В общем, ладно, не важно. В общем, биіктігі 6 метр. Енді өздеріңіз қараңыздар, үлкен ба, кішкентай ма? Әрине үлкен болған. Бір адамды жерлеу үшін соншама жерді жәнегі неткен қорым жасаған сондай. Одан бөлек ол жерде алтын адамнан бөлек тағы да 4000-нан астам алтын бұйымдар табылған, күміс табақшалар табылып жатыр. И мына жерде айтылып тұр, бұйымдардың көбі аң стилінде жасалған деп. Қазір аң стилі туралы тоже сөз қозғаймыз біз. Бұдан басқа, кстати, алтын адамдар тағы да Қазақстан жерінде 4-5 алтын адам табылған. Оның ішінде Аралтөбе ол батыс
Қазақстанда тоже алтын адам табылды, үстінде жаңағы киімдері андай алтын қапсырмалармен жапсырылған. Одан кейін Шіліктіде тағы да бір алтын адам табылды. Но ең главный алтын адам ол Есік обасынан, өйткені ол полностью және киімі алтын қапсырмаларынан жасалған екен. Кішкентай емес пе еді? Әрине кішкентай емес, 6 метр биіктік, 60 метр диаметр, үлкен ғой. Енді давайте алтын адам туралы. Но өте қызықты. Жалпы алтын адамды әлі күнге дейін зерттеп келе жатыр. Алтын адам деген шын адам алтын адам деген шын адам болған, аты Алтынбек болған. Әрине қалжың. Кстати, қараңыздар, алтын адам бойынша бізде көптеген теориялар бар. Алтын адамның неге жалпы алтын адам өте танымал? Өйткені 1969 жылға дейін осы Есік қорымы ол тоналмай келген деп. Жалпы негізі Есік қорымының бергі жақтары тоналып кеткен, бірақ анау именно алтын адам жатқан жері ол жабық болған, и сол получается жабық болғандықтан оны ұрылар көрмеген екен ешқашан, қанша мың жыл ішінде таппаған, и сол үшін жаңағы олар барып сақталып қалған, и оны адамдар тапқан кезде ішінен 4000-ға жуық алтын қапсырмалар, алтыннан жасалған бұйымдар тапқан. Ойлаңыздаршы, өте көп. Бір қорымға бірнеше адам. Бір қорымға бірнеше адам жерленетін. Потом алтын адам бойынша алтын адамның сүйектері сақталды, бірақ өте қатты деформацияға түскен. И сол себеппен ана ДНК тесттары оған өтпейді. И біз білмейміз кім болған. Алтын адамның біз тек қана шамамен жасын ғана білеміз. Шамамен 17-18 жаста болған дейді. И енді әрине бұл какой-то бай болған, либо даже бір ханзада болуы да мүмкін. Но ұл ма қыз ба екені белгісіз. Көбісі енді бұрында ұл дейді, өйткені енді ол анау типа ханзада деп ұл деп айтатын, бірақ жаңағы оның қыз болуына тоже бірнеше деректер бар, факттер бар. Мысал ретінде оның бойы кішкене кішірек болған. Одан кейін мына басындағы киімі бар ғой, көріп тұрсыз ғой, мына суретте басындағы киімі тұр. Бұл больше сәукелеге келеді. Сол себеппен ғалымдардың арасында қазір әлі күнге дейін пікір талас болып жатыр. Бұл ұл ма, қыз ба деген. Сол алтын адам томирис болуы мүмкін деген ақпарат бар, ұзын сәукелесі байланысты. Жоқ, томирис емес, өйткені бұның жасын нақты анықтаған уже. Тракторшы тапқан. Дұрыс айтасыз, тракторшы тапқан, тапқанда ол кісі трактормен жерді жыртып атқан кезде бірнекені көріп қалады да, одан кейін археологтарды шақырады. Сол жерде Кемел Ақышев келеді де бұның бәрін қазады. Скрин болды ма? Әлі болған жоқ. Археолог болғым келіп кетті дейді. Негізі қызықты, бірақ ауыр жұмыс. Бойы 1,65 сантиметр, шамамен солай. Енді алтын адам туралы көптеген сондай бір теориялар бар. Мен тиктогымда алтын адам туралы фактілер бар. Тоже кіріп қарасаңыздар болады. Келесіне көшейік. Енді аң стиліне келейік. Аң стилі деген не стиль? Бағанадан бері айтып отырмыз, мына көптеген алтыннан жасалған бұйымдар аң стилінде болған деп. Аң стилі дегеніміз ол ана зергерлік әшекей бұйымдарда немесе қару-жарақтарда жануарлардың суретін бейнелеу. Оны біз аң стилі деп атаймыз. Бұл стиль жалпы біздің заманымыздан бұрынғы 8-ші ғасырда мына қазіргі Қазақстан жерінде, Монғолия жерінде пайда болады да, Европадағы Дунай өзендеріне дейінгі мәдениеттердің бәріне ортақ стиль болған. Жалпы аң стилі дегеніміз сонда получается бүкіл сауыттарында немесе қару-жарақтарында жануарлардың суретін салады екен. Міне қараңыздар, суреттерді қарасаңыздар, мынау сақ дәуірінен қалып қалған жаңағы нелер, алтын бұйымдар сақтар салған бұны. Мынау бұғы, мынау дикий қабан, не дикий қабан, кола ішетін қабан. В общем, тоже аң стилінде жасалған. Мынау алтыннан жасалған, осы как раз таки жаңағы сақтардың обаларынан табылған бұл бұйымдар. Құрметті оқушылар, скрин жасап алыңыздар, скрин.
Неге именно жануарларды салған екен дейді. Өйткені стиль сондай болған, аң стилі. Плюс еще оларда тотемизм орын алған. Тотемизм дегеніміз не? Тотемизм дегеніміз ол шығу тегін жануарлармен байланыстыру. Сникерс жейтін қабан, иә. Сақ дәуіріне тиесілі болғандықтан бай деген келмейді. Сая Асқарова. Қараңыздар, сақ дәуірі кезінде наоборот уже жаңағы жекеменшік болды толықтай, уже де байлар болды, кедейлер болды. Тотемизмнің көрінісі бола ма? Иә, әрине тотемизмнің көрінісі болғандықтан осындай жануарлардың суреттерін салған екен. Қарасаңыздар, енді өте әдемі мыналар, иә? Өте әдемі салынған бұйымдар. То есть ол не айтып тұр? Сақтарда, жалпы темір дәуірі кезіндегі тайпаларда мына қолөнер өте жоғары деңгейде болды деген сөз. Скрин жасап алыңыздар, скрин. Так, все, онда скрин жасасаңыздар, онда жалғастырайық. Енді темір дәуірі кезіндегі орталық Қазақстанда не болып жатыр екен? Соған келейік. Орталық Қазақстан жерінде ол уақытта темір дәуірі кезінде тасмола мәдениеті болған екен. Орталық Қазақстанды біз жаңағы Сарыарқа деп те атаймыз. Ол жерде ежелден бері Иссидон деген тайпалар мекен еткен. Бағана картадан көргенбіз ол тайпаларды. Иссидон тайпаларының қалдырған бізге екі үлкен ескерткіштері бар. Ол біріншісі тасмола мәдениеті, екіншісі ол мұрт тобалар. Жалпы тасмола мәдениетінің өзінде де мұрт тобалар көп болған. Мына суретті қарасаңыздар, мына жерде мұрт тоба. Неге мұртты десеңіздер, мынандай мұрттары бар, екі мұрттары бар. Тасмола мәдениетінің ескерткіштері мына қазіргі Екібастұз ауданынан табылады. Одан бөлек мына орталық Қазақстан және шығыс Қазақстан жерлерінде мұртты тобалар көптеп табылған екен. Жалпы олардың үлкен ерекшелігі ол екі жерлеу орынның болуы. Мына мұрттарында екі жерлеу орындар болып тұр. Біреуінде адамды жерлейді, біреуінде оның жылқысын жерлеген екен. Осыны замент еткен полихром не істейді? Полихромдық стильді біз өтеміз ғұндарды өткен кезде. Қайсысы мұрт? Міне мұрт, суретте көрініп тұрған, міне мұрт. Міне бір мұрт, екінші мұрт. И міне тағы да мұрт тобалардың суреттері. Екі жерлеу орындарынан тұрады. Мысалы, мына жерде жылқысы жерленсе, мына жерде адам жерленген, мына жерде тағы да бірден келелерін жерлейтін. Осындай олардың жаңағы өздерінің наным сенімдері бойынша жасалған обалар болып тұр. Мұрт тобалар көрсететін бағытына қарай, олар көрсететін бағытына қарай төртке бөлінген. Ну, понятное дело, ол күнге табынудың бір нелері, көріністерінің бірі. Өйткені күн бүйтіп өтеді ғой аспанда. Сол себеппен олар оңтүстікке, солтүстікке, батысқа, оңтүстікке қаратай көрсеткен екен. Батысқа, шығысқа, точнее, батыс, шығыс, оңтүстік, солтүстікке бөлінген. И Қазақстан жерінде жалпы 300-ге жуық мұртты обалар зерттелген. Өте көп қарап отырсаңыздар. Әдемі мұрт екен дейді. Әдемі, иә. Енді темір дәуірі кезіндегі солтүстік Қазақстан. Солтүстік Қазақстан жерінде ол уақытта аргипей тайпалары мекен еткен екен. Аргипей тайпалары солтүстік Қазақстан жерінде мекен етті, олардан да қалған көптеген тарихи ескерткіштер бар. Келесі слайдта соларды өтеміз. Но жалпы аргипей атауына келетін болсақ, латын тілінен аударғанда аргипей деген сөз ол ақ жалды жүйрік аттардың иелері деген мағына береді екен. Бұны біз гректердің гректердің жазбаларынан біліп отырмыз. Аргипейлер жайлы Геродот, Страбон деген сияқты грек тарихшылары жазып кеткен. Аргипейлер жасаған темірден жасалған бұйымдарын біз Европа жерінде, Кавказ жерінен әлі күнге дейін табылып жатыр. То есть аргипейлер солтүстік Қазақстан жерінде жасады, а ол барып сауда-саттық арқылы немесе соғыстар арқылы Европа жақта, шығыс Европа жақта және Кавказ тауларында табылып отыр екен. Енді ескерткіштеріне келетін болсақ, аргипейлер қалдырған ескерткіштер Ұлыбай, Қарлыға, Бөркі және Айдабол деген бар. Айдаболдан ақинақ табылған. Ақинақ деген мынандай қылыш, айдаболда тағылған ақинақ. Ақинақ деген қылыш емес, семсер.
кішігірім мынандай пышақтан үлкенірек, қылыштан кішірек. Оны жаңағы байлар тағып жүретін белдеріне. Осындай міне ақинақ табылады. Одан кейін аргипейлерден табылған қоныстар, ол кеңөткел деген қоныс бар. Сол жақта аргипейлер қоныстанған жерлері. Одан кейін обалары Бірлік, Алыпқаш және Бектеңіз деген жерлерде. И бір қалашығы болды, ол Ақтау деген қалашық. Ақтау дегенде анау батыстағы Ақтаумен шатастырмаймыз. Ақтау ол солтүстік Қазақстан жерінде Есіл өзенінің бойында сондай жаңағы бір кішкентай қалашықтары болған. Есілдің оң жақ жағалауында табылған ежелгі қалашықтардың бірі болып тұр. Так. Ақинақ темір ме? Иә,